Сәлеметсіздер балалар, бүгін бізде 7-ші сабақ. Біз 2 тақырып өтеміз. Бірінші тақырып үшбұрыштың орта сызығы. Үшбұрыштың орта сызығы деп, оның екі қабырғасының орталарын қосатын кесіндіні атайды. Мына жерде көруге болады, үшбұрыш, мына еді ол орта сызығы. Енді бізде теорема 6-7. Үшбұрыштың берілген екі қабырғасының орталарын қосатын орта сызығы оның үшінші қабырғасына параллель және оның жартысына тең болады. Яғни осы теореманы біз дәлелдеу керекпіз. Оны дәлелдеу үшін біз мына суретке қарайық, 133-ші суретке. Яғни бізде мына жерде D нүктесі арқылы бізде DE орта ABC үшбұрышының орта сызығы болсын, 133-ші суреттегі. Біз D нүктесі арқылы AC-ның ортасындағы нүктені тауып, екеуін қосамыз. Екеуін қосқан кезде Фалес теоремасы бойынша бізде қалай деп атады? Егерде мына жер Фалес теоремасының кері атайтын болсақ, мына жерге тең болса, яғни AEC-ға тең болса, CD бізде DB-ға тең болса, неге? Себебі бізде мына жерде DE дейтін ол орта сызық, мына үшбұрыштың орта сызығы DE деген. Яғни, егерде осылай болатын болса, мұнда DE ол Фалес теоремасы бойынша AB-ға параллель. Енді мына жерде біз AB-да F нүктесін алайық. DF орта сызығын жүргіземіз. Орта сызығы деген мына жерден ортасын аламыз, және мына жерден ортасын аламыз да. Ол AC қабырғасына параллель, неге? Себебі Фалес теоремасы бойынша. Егерде бізде FD AC-ға параллель болатын болсам, онда бізде AEDF төртбұрышын қарайтын болсақ, ED бізде AB-ға параллель дедік қой, яғни ол AF-ке параллель, AE ол FD-ға параллель. Неге? Себебі біз айттық қой, FD ол AC-ға параллель деп, яғни ол AE-ге параллель. Яғни қарама-қарсы жатқан қабырғалар бір-біріне параллель болатын болса, бұндай төртбұрышты қандай төртбұрыш деп атайды? Бұндай төртбұрышты параллелограмм деп атайды. Дұрыс па? Ендеше бізде бедеп тұр. Теорема 6-7 бізде бедеп тұр. Үшбұрыштың белгілі екі қабырғасының орталарын қосатын орта сызығы оның үшінші қабырғасына, мына екеуінің ортасын қосатын кесінді, ол үшінші қабырғасына параллель және оның жартысына тең екенін дәлелдеу керекпіз. Яғни мына жерде еді ол AB-ға параллель және AB-ның жартысына тең екенін дәлелдеу керекпіз. Яғни егерде бізде еді AF-ға тең болсам, ал AF біз FB-ға тең деп біз айттық. Неге? Себебі F деген ол дейтін AB-ның жартысы. Неге? Себебі бұл орта сызығы болғасын, ол AB-ның жартысы. Яғни мына жерде еді тең AF-ға, ал AF тең FB-ға. Яғни еді AB-ның жартысына тең. Параллель екені оны алдында дәлелдедік, қазір енді жартысына тең екенін дәлелдедік. Яғни біз былай жазуымызға болады. Еді мына жерден
еді ол 2-ден 1 АБ-ға тең деп. Еді ол АБ-ның жартысына тең. Басқаша айтқанда. Осымен теорема дәлелденді. Ары қарай есеп шығарайық. 55-ші есеп. Төртбұрыш қабырғаларының орталары параллелограммның төбелері болып табылатындығын дәлелдеу керек. Яғни бізде 134-ші суретте осындай төртбұрыш берілген. Осы төртбұрыштың А, Б, С, Д төртбұрышының қабырғаларының орталары, әр қабырғаның орталығын қосқан кездегі жаңа нүктелерін қосқан кезде параллелограмм шығатындығын дәлелдеу керекпіз. Мында дейтін төртбұрыш қабырғаларының орталары дейді. Яғни мен түсінуімше, қандай да бір төртбұрыш бізде болсын, осындай мысалы квадрат емес, параллелограмм емес, қарапайым төртбұрышты алатын болсақ та, онда қабырғаларының орталарын қосқан кезде ол параллелограмм болатыны мына жерде көрініп тұр. Ал енді соны дәлелдеп көрейік. Мына жерде біз АБС үшбұрышын алсақ, бұл жерде ЕФ ол бізде беріліп тұр. Бұл F дейтін Еде, F-ті екеуде осы қабырғалардың ортасы екенін, яғни қақ бөліп тұрған ортасынан беріліп тұр. Егер де қақ ортасынан бөлсе, онда бұл EF дейтін АБС үшбұрышының орта сызығы. Яғни ол егер де EF АБС үшбұрышының орта сызығы болса, онда ол асыға параллель. Дәл солай АДЦ үшбұрышын алатын болсақ, бұл үшбұрышта да бізде орта сызығы бар. GH орта сызығы, осы GH орта сызығын алатын болсақ, неге ол орта сызығы? Себебі бізде берілгенде айтылып тұр, ол мына әр қабырғасының ортасы, яғни G дейтіні ол CD қабырғасының ортасы, H дейтіні ол AD қабырғасының ортасы, яғни GH ADC үшбұрышының орта сызығы. Егер де GH осы үшбұрыштың орта сызығы болатын болса, ол AC-ға параллель. Егер де GH AC-ға параллель болса, EF AC-ға параллель болатын болса, онда EF ол HG-ға параллель. Дәлелдедік параллель екен. Енді дәл солай бізде дейтін FG EH-ті бір-бірден параллель екен. Дәл солай дәлелдейміз. Мына жерде біз дейтін BCD үшбұрышын алып, FG дейтін осыған параллель, BAD үшбұрышын алып, мына жерде EH осыған параллель екен көріп, екеуі бір-біріне параллель екенін дәлелдейміз. Яғни сонда бұл дейтін, егер де қарама-қарсы жатқан бір-біріне қабырғалар параллель болса, EF HG-ге параллель болып, FG EH-қа параллель болатын болса, онда бұл жерде бізде не зат тұр? Бұл жерде бізде параллелограмм. Сонымен біз дәлелдедік EFGH бізде параллелограмм екенін. Келесі тақырып трапеция. Трапеция деп тек қарама-қарсы екі қабырғасы параллель болатын төртбұрышты айтады. Бұл параллель қабырғалар трапецияның табандары деп аталады. Яғни мына трапецияны алатын болсақ, ABCD трапециясын. Трапеция дегеніміз тек қана екі қабырғасы, екі қарама-қарсы қабырғасы параллель болады. Бұл трапеция. Түсінікті ғой, яғни AB параллель CD-ға, ал BC мен DA бір-біріне параллель емес. Тек қана қарама-қарсы екі қабырғасы параллель болады. Қалған екеуі параллель болмайды. Оның басқа екі қабырғасы бүйір қабырғалары деп аталады. Яғни мына 131-ші суретте бізде бүйір қабырғамыз ол BC, DA. Түсінікті ғой, ал табандары ол AB мен CD.
бүйір қабырғалары тең болатын трапеция тең бүйірлі деп аталады. Бүйір қабырғаларының орталарын қосатын кесінді трапецияның орта сызығы деп аталады. Мына жерде көрініп тұрды. Мында PQ трапецияның орта сызығы, неге себебі ол екі қабырғасының ортасын қосады. Трапецияның орта сызығы келесі біз қазір теореманы дәлелдейік. 6-8 трапецияның орта сызығы оның табандарынан параллель және олардың жарым қосындысына тең болады. Яғни басқаша айтқанда трапецияның орта сызығы, оның біз білеміз ғой, трапецияда екі ақ табан бар да, оның табандарына параллель, яғни трапецияның орта сызығы QP табандарына параллель және олардың жартысына тең. Екі табандарын қосамыз, сосын соның жартысына, яғни жарым қосындысына тең. Түсінікті ғой? Енді осы теореманы дәлелдейік. Міне бізде мынандай 136-шы сурет. Жақындап қойайын. Осы 136-шы суретте бізде осы сурет арқылы дәлелдейік. Орта сызығы табан, ол дейтін екі табандарының қосындысының жартысына тең екен. Және параллель болатын. Оны дәлелдеу үшін біз мына екі үшбұрышты қарайық. BPC үшбұрышы және PDE үшбұрышына көңіл аударайық осы екі үшбұрышқа. Бұл осы екі үшбұрышты қарайтын болсақ, бізде мына бұрышқа тең. Сұрақ неге? Себебі бұл вертикаль бұрыштар, дұрыс па? Біз білеміз PC тең PD-ға. Неге? Себебі біз айттық, бұл орта сызық дейтін бүйір қабырғаларының ортасынан алынады. Яғни мына жерге тең, мына жерге тең. Ал енді мына бір жерді қарайтын болсақ, мына бұрышты BCP бұрышы, мына бұрышты алатын болсақ. Және PDE бұрышын алатын болсақ, мына бұрышты. Бұл екі бұрыш бізде ішкі айқыш бұрыштар болады. Неге? Себебі дейтін біз білеміз, BC мен біз айттық қой. Трапецияда қарама-қарсы екі қабырғасы параллель, яғни BC мен AD бір-бірінен параллель, дұрыс па? Ал CD осы екі параллельді қиюшы ретінде роль атқарады, сондықтан қиюшы ретінде болады, сондықтан ол дейтін мына бұрыш, мына бұрышқа ішкі айқыш бұрыштар болғандықтан екеуі бір-біріне тең. Енді бізде үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен сол қабырғасына іргелес жатқан екі бұрыш, екінші үшбұрыштың бір қабырғасы мен онаған іргелес жатқан екі бұрышқа тең болатын болса, онда осы екі үшбұрыш бір-біріне тең болады. Бұл екінші үшбұрыштар теңдігінің белгісі бойынша. Енді, егерде бұл екі үшбұрыш бір-біріне тең болсам, ол нені білдіреді? Ол бізде BC деген ол DE-ге теңді. Мына жерге тең. DE-ге тең. Түсініп тұрсыздар ғой, не екен? Себебі бұл үшбұрышқа тең. Яғни, мысалы, біз айта аламыз, PB мына жерде PE-ге тең, DE BC-ға тең. Так, жарайды. Енді
Демек трапецияның PQ орта сызығы ABE үшбұрышының да орта сызығы болып табылады. Дұрыс па? ABC үшбұрышын алайық. Міне мына ұзын үшбұрыш болсын бізде. Соның QP дейтін соның орта сызығы болып табылады. Неге? Себебі біз айттық қой. Мына үшбұрыштар теңдігінің белгісі бойынша, екінші белгісі бойынша мына PBP тең PE-ге, да? Оны енді біз 4 сызықпен көрсетейік. 1, 2, 3, 4. Екеуі бір-біріне тең болса, мына P дейтін осы BE-ның ортасы. Q дейтін, ол біз алдын ала айттық, ол AB-ның ортасы. Сонда бұл дейтін QP дейтін үшбұрыштың орта сызығы ABE үшбұрышының орта сызығы болып келеді. Орта сызығы болып келсе, QP ол AE-ге параллель. Дұрыс па? Дұрыс. Яғни, орта сызығы болса, ол тек қана AE-ге параллель емес, ол және AE-ның жартысына тең болады. Біз осыны үшбұрыштарда осыны біз дәлелдедік. Үшбұрыштың орта сызығы ол табанына параллель және табанның жартысына тең болады екенін. Яғни, егер QP ABE үшбұрышының орта сызығы болып AE-ның жартысына тең болатын болса, демек біз былай айта аламыз ғой. Біз былай айта аламыз, да? QP ол дейтін AD қосылған BC-ның осы екі табанның қосындысының жартысына тең екенін айта аламыз. Не себебі AE дейтін ол AD қосылған BC. BC дейтін DE-ге тең ғой. Дұрыс па? Яғни DE деген BC-ға тең болса, осы екі табанның қосындысы деп айтуға болады AE-ні. Яғни AD мен BC табанының қосындысы деп айтуға болады AE-ні. Сол кезде AE екі табанның қосындысы болатын болса, соның жартысы, біз айтып тұрмыз ғой, ABC үшбұрышында ол QP ол орта сызық болғасын AE-ның жартысы деп. Яғни мына жерде біз үшбұрыштың алып трапецияны қарастыратын болсақ, сонда QP ол дейтін AD мен BC-ның қосындысының екі табанның қосындысының жартысына тең болады. Соны біз үшбұрыш арқылы дәлелдедік. Түсінікті ғой, иә? Яғни басқаша айтқанда бізде PQ тең 2-ден 1 AE болсам, ол 2-ден 1 AD қосылған BC-ға тең. AD қосылған BC-ға тең. Міне, AE ол AD қосылған BC-ға тең. Соның жартысына тең. Біз білеміз BC деп, мына жерде мен BC деп тұрмын, себебі BC мен DE бір-біріне тең. Түсінікті ғой, иә? Есеп шығарайық. 60-шы есеп. Тең бүйірлі трапецияның табанындағы бұрыштары бізде тең бүйірлі трапеция беріліп тұр. A, B, C, D деген тең бүйірлі трапеция беріліп тұр. Мынаған қарамай қойыңыздар қазірше. Тең бүйірлі трапецияның табанындағы бұрыштары тең болатындығын дәлелдеу керекпіз. Дәлелдеп көрейік. Яғни A, B, C, D тең бүйірлі трапеция. Тең бүйірлі трапеция деген, ол деген мына жер AD, ол тең BC-ға. Тең бүйірлі трапеция деген осындай болады. Екі бір-біріне тең. Екі бүйірі бір-біріне тең. Осы 137-ші суреттегі трапецияның CD табанындағы бұрыштарының тең болатындығын дәлелдейік. Яғни осы D бұрышы C бұрышына тең екенін дәлелдеп көрейік. Бұны дәлелдеу үшін біз
Б нүктесі арқылы А-ға параллель түзу жүргізейік. Және осы түзудегі нүктені Е деп алайық. Түзу жүргізгенде мына ДЦ-да қиылысқан нүктені Е деп алайық. Яғни мына жерде бізде дейтін А, Б, Е, Д параллелограмм шығады. Бұл неге параллелограмм? Түсіндіріп жіберейін. Себебі біз білеміз, А, Б мен ДЦ ол бір-біріне параллель келеді. Неге? Себебі бұл тең бүйірлі трапеция болса, біз білеміз трапецияның қасиеті бойынша қарама-қарсы жатқан екі табаны бір-біріне параллель болып келеді. Ал А, Б, ДЦ-ға параллель болса, біз дейтін Б арқылы А-ға параллель түзу жүргізетін болсақ, мына жерде де А, Д мен Б, Е параллель, ал А, Б параллель Д-ге, және бұл параллелограмм дегенді білдіреді. Біз білеміз параллелограммның қасиеті бойынша ол дейтін қарама-қарсы жатқан екі қабырға бір-біріне параллель болып келеді. Ендеше бұлар бір-біріне параллель, иә? Енді бір-біріне параллель, және мен мына жерде А, Д бізде Б, Е-ге тең. Жарайды, жақсы. Енді А, Д мен Б, Е бір-біріне параллель болып келетін болсам, мына жердегі ДЦ ол қиюшы ретінде болады. Қиюшы ретінде болғасын, сәйкес бұрыштар. Яғни, мына Д бұрышы мен Е бұрышы олар қиюшының сәйкес бұрыштары. Яғни, екі параллельді бізде қиюшы қиып, сәйкес бұрыштар олар тең болады сол қиюшының. Және біз білеміз, ішкі айқыш бұрыштары тең болады. Яғни, мына жерде Д мен Е сәйкес бұрыштар болғасын бір-біріне тең. Ал мына жерде біз дейтін үш бұрышты алатын болсақ, Б, С, Е үш бұрышын алатын болсақ, мына жерде бізде тең бүйірлі үш бұрыш шығады. Неге? Себебі Б, Е тең А-ға. Неге? Себебі бұл параллелограмм дедік. Параллелограмм болғасын ол тең болып келеді. Параллель және тең болып келеді параллелограммда. Яғни бізде мына жерде тең бүйірлі үш бұрыш шығады. Тең бүйірлі үш бұрыштың біз білеміз табанында жатқан екі бұрыш бір-біріне тең болады. Егер С тең Е-ге болса, біз осыны алдында айттық, сәйкес бұрыштар деп Е мен Д-ні, яғни Е Д-ға тең болатын болсам, яғни Д бұрышы С бұрышына тең екенін біз дәлелдедік. Түсінікті ғой, иә? Яғни бұрыш Д тең бұрыш С-ға. Есеп шығарайық, балалар. 51-ші есеп. Бізде бедеп тұр 51-ші есепті оқитын болсақ. Үшбұрыштың периметрі 12 сантиметрге тең. Қабырғаларының орталары кесінділермен қосылған. Яғни орта сызықтары қосылған барлығының. Сонда пайда болған үшбұрыштың периметрін табыңдар дейді. Яғни бізде бедеп тұр А, Б, С үшбұрышының периметрі 12 сантиметрге тең. Яғни А, Б қосылған Б, С қосылған С, А тең 12 сантиметрге. Енді біздің мақсатымыз мына орта сызықтарын қосқан кездегі, орта нүктелерін қосқан кездегі, әр қабырғаның орта нүктелерін қосқан кезде бізде орта сызықтар шығады. Осы орта сызықтарынан шыққан үшбұрыштың периметрін табу. Яғни РФ қосылған ФЕ қосылған ЕР осы үшбұрыштың периметрін табу. Қосындысына осы қабырғалар. Енді мына жерде біз айтатын болсақ, РФ ол дейтін, ары қарай шығаратын болсақ, РФ дейтін ол не ол? Ол дейтін атысының жартысы, дұрыс па? Ол атысының жартысы. Біз білеміз ғой, біз өттік қой бүгін. Орта сызық деген ол табанның параллель келеді, орта сызық, және оның жартысына тең болады. Яғни РФ ол атысының жартысына тең және параллель атысқа. Ары қарай кеттік. ФЕ ол АБ-ға, АБ-ның жартысы
және АБ-ға параллель. РФ ER деген ол дейтін BC-ға параллель және BC-ның жартысы. Так, AC, AB, дұрыс қоды, BC-ның жартысы, ER, дұрыс. Яғни, мына жерде біз ортақ бөлім алатын болсақ, ортақ бөлімде бізде дейтін AC қосылған AB қосылған BC ортақ бөлім бізде 2 кетен. Осылай болатын болса, біз дейтін AC қосылған AB қосылған BC білеміз да, неше кетен екен. Ол неше кетен бізде? Ол бізде 12 см кетен. Яғни біз 12-ні бөлеміз 2-ге, ол тең болады 6 см. Яғни жауабы бізде мына үшбұрыштың периметрі 6 см-ге тең. Яғни мына үшбұрыштың периметрінің жартысына тең. Түсінікті ғой, ары қарай кеттік, ары қарай есеп шығарамыз. Бізде 56-шы есеп, онда дейтін бізде мына 55-ші есепте есіңізде ме? Біз жасадық қой. 55-ші есепте, міне 55-ші есепте бізде безеп тұрды. Мына 4 бұрыш, қай бір 4 бұрыш берілсе, соның әр қабырғасының ортасындағы нүктені алатын болып, оның бәрін қосатын болсақ, бізде параллелограмм шығады дедік, және біз соны дәлелдедік бүгін. Енді мында 56-шы есеп, бұл 55-ші есеп, 56-шы есепте безеп тұр. Алдыңғы есептегі 4 бұрыштың диагональдары 10 метр және 12 метр деп алып, параллелограммның қабырғаларын табынды дейді. Мына параллелограммның қабырғаларын табу керекпіз біздің мақсатымыз. Яғни, енді қараңдар, бізде AC егерде 10 метрге тең болатын болсам, EF нешеге тең болады? Кім айтады? Қалай деп ойлайсыздар? Әрине, бұл орта сызығы болғандықтан EF ол AC-ға параллель және AC-ның жартысына тең болады. Яғни, мына AC 10 метр болатын болса, EF бізде 5 метр болады. Ары қарай кеттік. Бұл 5 метр болатын болса, EF біз дейтін, айттық, параллель HG-ға және тең онағанда. Неге себебі бұл параллелограмм дедік. Енді бұл 5 метр, бұл 5 метр. Енді FG-ді қарайық. FG бізде BD-ның ұзындығы 12 метр деп тұр. Яғни бұна BCD үшбұрышын алатын болсақ, FG ол дейтін орта сызық, осы үшбұрыштың орта сызығы, яғни ол BD-ға параллель және BD-ның жартысына тең болады. Яғни BD 12 болатын болса, FG бізде 6 метрге тең. Яғни бұл FG 6 метр болса, EH-та бізде 6 метрге тең болады. Яғни 5, 6, 6, сонда мында бедеп тұр. Параллелограммның қабырғаларын табында деп тұр. Қабырғаларын таптық. Дұрыс па? 56-шы есептер жазайық. EF тең HG, емде 56 жазып жазып қой. EF тең HG екі қабырғасы. Және олар тең 5 метрге. Ал FG тең EH-ға және тең 6 метрге. EH-ға тең, FG тең EH-ға және 6 метрге тең. Сонымен есеп шығарылды. Ары қарай кеттік, 59-шы есеп, енді трапецияға кішкене есептер шығарып жіберейік. Яғни мына жерде бедеп тұр, табандары 2 метр және 5 метрге тең трапецияның бір бүйір қабырғасы тең 3 бөлікке бөлініп, осы бөлік тең 3 бірдей бөлікке бөлініп отыр. Мына бөлік, яғни тең мына бөлікке, ол тең мына бөлікке, 3 бірдей бөлікке бөлініп отыр.
мынаған тең, сосын мына жерге тең. Бөлікке бөлініп, осы бөлік нүктелерінен екінші бүйір қабырғасына дейін трапеция табандарына параллель кесінділер жүргізілген. Осы кесінділердің ұзындықтарын табыңдар дейді. Яғни үш бірдей бөлікке бөлінген болса да, мына жерде сол да, мен орта сызығын сызып қойдым енді. Басқаша айтқанда біз мына кесіндіні табу керекпіз, және мына кесіндіні табу керекпіз. Мұны атап қойық. К, Р, ал мынаны П, Q деп атап қойық. К мен П, Q-дің ұзындығын табу керекпіз. Осы мына кесіндіні және мына кесіндінің ұзындығын табу керекпіз. Енді бұны табу үшін біз айттық қой, мына жерде дейтін бізде бірдей бөліктерге бөлініп тұр да. БК, КП және ПА бөліктері бірдей. Үш бірдей бөлікті. Үш бірдей бөлік бізде. Бір бөлік, екінші бөлік, үшінші бөлік бірдей. Соның ортасында бізде сызық бар. Бір сызық, бір кесінді, екінші кесінді, екі кесінді бар. Сонда мына жерде бізде басында 2 метр, аяғында 5 метр. Сонда арасында бізде 3 метр барды. 5-тен 2-ні алып тастағанда 3 метр бар. Осы 3 метрге 3 бірдей бөлікке бөлінсе, ол 1-1 метрден келіп тұрды. Онда 1-1 метрден келіп тұрсам, біз 5-тен 2-ні алып тастағанда бізде 3 метр болады. 3-ті бөлеміз 3-ке, 3 бірдей бөлікке, яғни 1-1 метрден келіп тұр, е? 5-ім ол мен. 1-1 метрден келіп тұр, яғни мына жерде біз 2 метр, соған қосамыз 1 метрді, мына жер К, Р, бізде 2 қосылған 1 болады, е? 2 қосылған 1 метр. Неге себебі біз айттыр ғой? Біз айттыр ғой, бірдей 3 бөлікке бөлініп тұр деп. Ал бізде 5-тен 2 метрді алып тастаған кезде мына жерде 3 метр болып тұр ара қашықтығы, екеуінің. Сол 3 метрді олар дейтін жаңағы бірдей 3 бөлікке бөлгенде, 3-ті 3-ке бөлгенде 1 метр болады. Яғни КР-ді біз 2-ге 1 қосамыз, ол бізде 3 метрге тең болады. Яғни мына КР, мына жер 3 метр. Мына жер 2 метр, мына жер 5 метр. Ал мына жер бізді табу үшін біз не істейміз? PQ-ге PQ-ді табу үшін біз не істейміз? 3 бірдей бөлікке, яғни біз мына КР-ді аламыз да, сонаған 1 қосамыз. Немесе АД-дан алуға, бірақ біз КР-ден табайық. КР бізге белгілі ғой. КР қосылған 1 метр. Ол бізде 4 метр болады. Бізде КР белгілі ғой. 3 метр, да? 3 метрге 1 метр қосамыз, 4 метр болады. Яғни мұнда PQ тең неше? 4 метр. Түсінікті ма? Бізде 3 бірдей бөлікке бөлінген, 3 бірдей 1, 2, 3 бөлікке бөлінген. 3 бөлікке бөлінгенін, яғни әр мына ара қашықтықты және мына ара қашықтықты біз қалай табамыз? Біз 5 метрден 2 метрді алып тастаймыз. Ара қашықтығы екеуінің жаңағы айырмасы қандай болады? Сосын сол айырмасын 3 бірдей бөлікке бөлеміз. 3 бірдей бөлікке, яғни 3 метрді біз 3 бірдей бөлікке бөлгенде бізде 1 метр болады. Сосын мына КРПQ'ді табу үшін 1-1 метрден қосамыз. Сол кезде бізде 3 метр мен 4 метр шығады жауабы. Яғни осындай есептер болады ғой, кішкене басты айналдыратын сияқты болып көрінеді ғой. Сіздер просто алыңдарда оның суретін салыңдар. Суретін салған кезде сіздер жылам түсініп аласыңдар. Келесі есеп трапецияға 62-ші есеп бедеп тұр. Тең бүйірлі трапецияның үлкен табаны 2,7 метрге
тең бүйір қабырғасы 1 метрге тең. Түсінікті ғой, бүйір қабырғалары 1 метрден тең бүйірлі трапеция бізде. Тең бүйірлі деген екі бүйір бір-біріне тең деген сөз, иә. Тең бүйірлі трапецияның үлкен табаны 2,7 метрге тең, бүйір қабырғасы 1 метрге тең. Олардың арасындағы бұрышы, яғни мына бүйір мен үлкен табанның бұрышы 60 градусқа тең. Түсінікті ғой, иә? 60 градусқа тең. Енді мында дейді, кіші табанын табыңдар дейді. Кіші табанын қалай табамыз? Қандай идеяларыңыз бар? Мына жер 60 градус, мына жер 60 градус, мына жер 1 метр, мына жер 1 метр. Мына табаны 2,7 метр. Енді мына табанның BC табанын табу керекпіз. Битик. Мына С табан, С төбесінен, С нүктесінен АБ-ға параллель жүргізейік былай. Қазір мен жүргізем. Міне жүргіздім. С нүктесінен АБ-ға параллель болатын кесінді жүргіздім. Мына жерде Е нүктесі деп алайық. Яғни енді бұлар сәйкес бұрыштар болғандықтан бізде мысалы АБ мен СЕ параллель түзеулерге қиюшы болып келетін АД-да бізде дейтін А бұрышы мен Е бұрышы олар сәйкес бұрыштар болып келеді. Сондықтан олар бір-біріне тең болады, иә? Мынауда 60 градус болады. Мынау 60 градус, мынау 60 градус, яғни мынауда біз білеміз үш бұрыштың бүкіл бұрыштарын қосқан кезде ол біздеге 180 градус береді, дұрыс па? 180 градус беретін болса, 180 градустан 60 аламыз, 120, 120-дан 60 алып тастаймыз, бізде мына жерде 60 градус қалады. Бұл нені білдіреді? Бүкіл бұрыштары тең болса, 60 градус болса, онда бұл тең бүйірлі емес, бұл уже тең қабырғалы. Яғни мына қабырға тең мына қабырғаға, ол тең мына қабырғаға. Яғни бүкіл қабырғалары тең үш бұрыш шықты бізде. Мына жерде біз 1 метр екен білеміз. Неге себебі ол мына жерде 1 метр болғасын, параллель болғасын, ол және тең 1 метр. Ал мына 60 градус болғасын, тең бүкіл қабырғалар тең болғасын, мына жерде 1 метр. Енді сұрақ, мына жер 1 метр. Параллелограммның жаңағы қасиеті бойынша қарама-қарсы жатқан қабырғалар параллель және бір-біріне тең болады, иә? Яғни АЕ бізде нешеге тең? АД бізде 2,7 метрге тең, да? Мына АД 2,7 метрге тең, мына жер 1 метрге тең, ал мына жер сонда 1,7-ге тең, да? 1,7 болса, ол АЕ 1,7 метрге тең болса, BC-ді бізде 1,7 метрге тең деген сөз, иә? Сонымен есеп шығарылды. Енді үй жұмысына 50, 52, 53, 54, 58, 61, 63. Тағы да айтам, үй жұмысын жасағанда балалар бірінші мысалы сендер оқисыңдар ғой, сол кезде мысалы түсінбей ойларыңызға болады да, түсінбей аласыздар, мына не есеп, не деп жатыр, қалай табам деп андай қиналып жатасыз ғой. Сол кезде мысалы менде де ондай болады, сендер түгілі менде де ондай болады. Сол кезде сендер жай ғана алыңдар да суретін салыңдар. Ана мысалы осындай трапеция тұр, осындай деп трапецияның суретін салыңдар, берген бұрыштарын салыңдар, оның сосын жаңағы берген бұрыштарын салып не істейсіңдер ғой, бәрін енгізесіңдер ғой бетіне. Мысалы мынау сияқты, немесе мына мен есеп шығардым ғой, міне көрдіңіздер ме, бәрін салған кезде кішкене ойың жинақталып қалады да, суретін салып, бұрыштарын салып, не істеген кезде не зат табу керек екенін ойлап жатырған кезде, мына бұрыштармен мына бүйір қабырғаларын неге тең екенін тапқан суретін салып жазған кезде кішкене мына ойың жинақталып қалады да, сосын мына бүйте салуға болады ғой деп ойлап қаласыздар да, сосын солай шығарасыздар. Түсінікті ғой, иә? Сол үшін тіпті менде де болады, сендер түгіл
Ал мына жерде мысалы 53-те сурет салу керек, 58-де сурет салу керек. Жай ғана суретін салыңыздар. Неге сурет салу маңызды? Түсіндірейін. Себебі мына сендердің қолдарың жаттығу керек сурет салуға. Сендердің қолдарың жаттыққан кезде сурет салуға, сендер суретті жылдам саласыңдар және түзеу салып үйренесіңдер. Сонысы маңызды. Біріншіден, екіншіден, мына сендердің ой саналарыңыз кішкене дамиды. Сол үшін мысалы 53-те, 58-де суретін салу керек болады. Оны салып отырған кезде сендер түсінесіңдер не үшін берілген ол үй жұмысына. Сол осы үй жұмысы.